Армысыз, құрметті қандасым. Мені тағы да қандай топқа қосып жіберді деп ашуланып жатқан боларсыз. Бұл чаттан шығып кетесіз ба, жоқ ары қарай бізбен бірге боласыз ба, шешім қабылдамас бұрын менің бір-екі сұрағыма жауап беріп кетсеңіз. Бірінші сұрақ: адамның өмірінің сапасын өлшеуге бола ма? Қалай өлшеуге болады? Мен айтатын едім, өлшеуге болады. Қазір сіздің өміріңіз сапасын бірге өлшеп көрейік. 10 балдық шкаламен. Ең бірінші өлшем адамның көңіл күйі, эмоциясы. Ол адамның өзінің жақын адамдарымен, туған туысқандарымен, дос жарандарымен қарым-қатынасына байланысты. Және де өзінің ішкі жан дүниесімен қарым-қатынасына байланысты. Сізде бәрі керемет пе? 10 бал деп айта аласыз ба? Екінші өлшем адамның денінің саулығы. Сіздің еш жеріңіз ауырмай ма? Сізді еш нәрсе мазаламай ма? Денсаулығыңызды 10 бал деп бағалай аласыз ба? Егер бағаласаңыз, онда керемет. Үшінші өлшем адамның табысы. Сіз өзіңіздің табысыңызға көңіліңіз толады ма? Сіздің табысыңыз өзіңіздің ішіп жеміңізге, киінуіңізге, демалуыңызға, емделуге, қыдыруға бәріне толықтай жетеді ме? 10 бал деп бағалай аласыз ба? Ал төртінші өлшем ол адамның рухани дүниесі. Сіз өмірден өз орныңызды таба алдыңыз ба? Өмірдің мәнін таба алдыңыз ба? Сіздің әр күніңіз мәнді ме? Әр таңды қуана қарсы аласыз ба? Рухани дүниеңізді 10 бал деп бағалай аласыз ба? 10 бал болса керемет. Ал енді, егер де сіздің барлық 4 құбылаңыз, 4 өлшеміңіз бәрі 10 бал болса, онда сіз бұл чаттан шығып кете берсеңіз болады. Егер де бір құбылаңыз, бір өлшеміңіз ақсап жататын болса, онда бізбен бірге ары қарай кемелденген тұлға болуға асығуыңызға болады. Мен өзім алдағы 12 күн бойы сізбен әр күн сайын бірге болам, және де сіздерге менің командамдағы оқыған, осы тәжірибені жинаған мықты модераторлар тегін қызмет ететін болады. Алдағы 12 күнде сізді әлемдегі ең озық ғалымдардың еңбегінен жинаған білімдер және де практикалық жұмыстар тосып тұр. Сіз жалғыз емес, осы топпен бірге дамитын боласыз. Көкейдегі сұрақтарыңыздың бәріне жауап ала аласыз. Сізді алдағы 12 күнде не тосып тұрғанын білгіңіз келсе, осы өзгергім келеді қатынасып жатқан біраз адамдардың пікірін тыңдауға 1 минут уақыт бөліңіз. Осы кемелденген тұлғаға қатысқалы мен өзгердім, күйеуім де өзгеріп кетті. Сон бәрі нетіп, сон қарым-қатынасымыз жақсарып, қандай стресске кіріп, өмірден түніп кетпеуді үйретеді. Сыртқы ортамен қарым-қатынасты үйретеді. Бұл жерде медитация өте керемет. Соған ойланбастан осы маған керек деп қатысып кеттім. 3-4 айдан кейін темекі тартып жүретін бір басқа бір жаман қылықтар бар. Сол кезде мен как раз өз қатты стрессте жүргенмін. Әгіні көргеннен кейін бір өмірге қайтып келгендей болдым. Рас айтамын. Ол дүние деген ол бірте болады, бірте құлайсың, бірте тұрасың ол. Ал өзің қай уақытта сен нағыз кемелденген тұлға боласың, сол кезде сен бай екенсің. Мен соны түсіндім. МКТ-ны бағалайтын болсақ, 2 миллион теңге өз бағасын берер едім. Өйткені сіз берген білімді еш жерден ала алмаймыз. Өзім негізі реально шаршап келгем. Өмірден түңіліп, туысқандық қатынастан, жұмыстан, стресс алып, достардан мүлдем басқа салтанат 100% ауыстым. Уже где-то 15 сабақты көріп бастағаннан кейін қасымдағы айналамдағы адамдардың өзгергенін байқадым. Міне, дәл осындай өзгерістер сіздің де басыңызда болады. Ең бастысы бұл тегін. Біз жол көрсетеміз, бірақ сол жолмен жүру, қадымдап алға басу сіздің міндетіңіз болып табылады. Сіз бұл өмірге 4 құбылаңыз тең болып, байда бақуатты болып, деніңіз сау болып, өмірдің мәнін тауып, бұл өмірдің сыйын алу үшін келдіңіз. Қазақстан сияқты кең байтақ елде оған барлық мүмкіншіліктер бар. Оны біз білеміз, сізге көрсетеміз, бірге өзгереміз. Мына қоғамды бірге өзгертеміз. Алдағы 12 күнде бізбен бірге болыңыз, және айтқанды бірге істеймін деп уәде беріңіз.